Ассалаумағалейкум достар. Бүгін 8 қараша 2023 жыл. Мичурин ауылы округы, Бәйтерек ауданы, Батыс Қазақстан облысы. Бүгін бұрынғы Зеленый және Теректі аудандарының әкімі болған Карим Жакуповтың заңсыз алды деген негізбен жерді мемлекет пайдасына кейін қайтару туралы әкімдіктің талап арызы сотта қаралып жатыр. Бәйтерек ауданы нөмірі 2-ші сотымен судья Сидорова. Менің қазір көшпелі сот отырысына келдік. Мына жерге жаз бойы болмаған, соңғы 3-4 жылы болмаған, енді не деп айтуға болады, шағын вагончикпен жылқы ұстаймыз деп, ат спортын дамытамыз деп шарбақ жасап қойған аттың қорасын. Ол жақында жасалғаны көрініп тұр. Міне мына жердің барлығы бос жатыр. Өздеріңізге белгілі, қыс қаңтардың басынан бастап осы тақырыпты көтердік. Прокуратура антикорға жаздық. Прокуратура тексерді. Іс сотқа жетіп, міне бүгін аяқталатын түрі бар. Көреміз соттың қандай шешім қабылдайтынын. Жақындап келіп көрсетейін. 19 гектаров они где заканчиваются? Тут у нас такой участок, это небольшой, да, это часть? Они получается со всех сторон, она побольше ограничена. То есть от линии электропередач. Вот, вчера скинул Инстаграм, да, вот видео увидели, да? От линии Этот участок или нет? Да. От линии электропередач 10 Ахмеджан, у меня будет просьба, да, раз у нас присутствуете, да, у меня просьба такая, вы сможете это видео записать?